Сәлем достар, бүгін сіздермен дайындалу уақыты 15-ақ минутыңызды алатын өте оңай әрі дәмді пирог рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін 3 жұмыртқа, шым-шым тұз және қантты қосып миксермен максималды жылдамдықта массамыз 3-4 есеге көтеріліп ағарғанша араластырамыз. Жұмыртқа менде кішкентай болғандықтан 3 қолдандым, сізде үлкен жұмыртқа болса 2 қолданасыз. Шамамен 5 минуттай миксермен араластырдым. Міне осындай масса болуы керек. Енді сұйық май қосып, тағы 15-20 секундтай араластырып, сүт қосып, тағы 10 секундтай араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді електен өткізілген ұн мен разрыхитель қосып, тағы да миксермен 10-15 секунд араластырып аламыз. Көп араластыруға болмайды, сол үшін өте аз араластырамыз, тек ұн араласа болды. Міне осылай тез-ақ тесто жасап алдық. Енді тестаны формаға құйып, өз қалауларыңызға қарай бетіне жеміс-жидек орналастырып аласыз. Менде клубника. Енді пирог бетіне штрозель жасаймыз. Ол үшін ұн, қант және желательно суық сары майды бір-бірімен араластырып аламыз. Май суық болғаны жақсы, қолға жабыспай, жақсы араласып крошкаға айналады. Немесе үшеуін бірге блендерден өткізіп алсаңыз болады. Пирог бетіне әдемілеп сеуіп аламыз. Мен штрозельді қатты жақсы көремін, ерекше қытырлақ, тәп-тәтті болады. Штрозельді булочканың бетіне сепсе де болады, өте күшті дәм береді. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін шпажкамен тексереміз. Шпажкаға ештеңе жабысып шықпауы керек. Немесе саусақпен басып көргенде упруги болуы керек. Осымен дайын. Енді бөлме температурасында толық суытып, формадан босататын боламыз. Менде форманың астында фольга болғандықтан ең алдымен фольганы алып тастаймын. Одан кейін пышақтың көмегімен осылай форманың шетінен өтіп шығып, формадан босататын боламыз. Өте нәзік, дәмді және тез. Шайға қойсаңыз өте күшті кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом пайдалы болса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Ас болсын.